Сәлем достар, қалайсыздар? Мен қыздарды алып, егіздерді ертуған үшеуміз, в общем, бір оқу орталығы ашылыпты. Ол орталықта би бар, домбыра, робототехника, флористика, сосын тағы қандай еді, сурет салу, в общем, сондай үйірмелер бар екен. Қыздармен соны көруге келдік. Ұнатады, қайсысын ұнатады, соған если что жазыламыз, ұнамаса басқасын көреміз деп. Ертуғанда далада жүрміз, қыздар мына жерге кіріп кетті, оқу орталығына. Ұшқын деген оқу орталығы. Қыздарды күтіп жүрмін есік алдында. Күшті, іші маған ұнады, жалпы өзіме ұнады, өте кең, жарық, ыңғайлы. Келіп балаларыңызға осы жерге жазса болады. Подготовительный бар, содан даярлық бар, бірінші сыныпқа дейін. В общем, көп. Жақсылап тұрып бүге. Бәр жағын ораймызда. Щетни ставим. Держим? И это завязываем. Это не байда. Алда? Молодец. Это, наверное, байда. Помогаем друг другу. Кто не сможет, поставим. Медведь по лазеру. Просто наперед и так делаем. Поднимаем наверх. Вот так. Подняли, да? Как вы сделали? Теперь лентой. Что? Опа. Опа. Давай. Böyle 지금 떨어져 있었거든요. Гүлдерінде көрсетіңізші чолақ. Көрсетіңдер мамаға.
Сәлем, қалайсыздар? Бізде келесі күн уже біз кеше күшті бір орталыққа бардық, айттым ғой, ұшқын деген. Қыздарға ұнады. Сурет, флористика жасадық. Онда ашық есік күні болған кеше, көріп, сөйтіп біз қарап кеттік. Ол бізден сәл алыстау жерде, негізі біздің үйден бір автобуспен баратын жер, бір 4-5 жолдан көп остановка шығар. Көреміз, тағы бір 2 жерлерге барамыз. Алла қаласа осы демалыс күндері бір 2-3 жерге барамыз тағы да. Сосын қай жерге қыздарға ұнайды. Қыздар негізі домбыраға барғысы келіп жүр, биге барғысы келіп жүр. Сондай жерлер іздейміз. Мынау кешегі қыздарымның жасаған гүлдері. Қарасаңыздар, қандай әдемі. Дочанан суға сақ қойайық та. Үй ыстық, мынаны суға сақ қойық. Өліп қалады ғына бешералар. Күшті, қараңыздар, кеше қыздарға осылай әдемі қылып өздері жасаған. Әдемі қылды жандарым сол. Мынаны қазір суға салып, өліп қалмайтындай қылып істеуіміз керек. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.